Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Оқушылар тақтаға келе қойыңыз. Барлығыңыз. Барлығыңыз келе қойыңыз. Домалан тұра қоямыз. Домалан тұра қоямыз. Домалан тұра қоямыз. Жылдам. Домалан жылдам тұра қоямыз. Ғарыштан жасаған құсап, ғарыштан ғарышкер болып келсеңіздер, сіздер бүгінгі сабаққа не әкеледі екенсіз? Мен сәттілік әкелемін. Келесі, ары қарай. Қызықты өтуін әкеледі, ары қарай. Жылдам бола қойыңыздар. Айта беріңіз, жылдам. Жауапкершілік, дұрыс. Тақтадан не көріп тұрмыз? Қандай бір байланыс бар? Көне жазулар. Көне жазулар. Ғалым. Тас. Я, дұрыс. Ғалым тас ғасыры. Тақырыбын болжап көрейік. Тақырыбымыз көне жазулардың несі? Маңыздылығы, я. Бүгінге де сол көне жазулардың қажеттілігі жайлы айтылған. Бүгінгі біздің сабағымыз өте дұрыс айтасыздар, дабыл әңгімесі. Сабақтың Жүніс Сахиптің дабыл әңгімесінің идеясын білеміз. Өткен сабақта біз осы дабыл әңгімесі туралы жалпы түсіндік. Енді бүгін біз соның идеясын білеміз. Оқу мақсаты әдеби шығарманың идеясымен табылсын, ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Жақсы, оқушылар, олай болса, біз үй тапсырмасына қазір тек қолыңызды көтеріп, зымыран сұрақтарға жылдам жауап береміз. Орта бойлы, денесі мұрын, дөңгелек жүзді, қыр мұрынды, сыңқы көзді кім? Қазкен. Дұрыс. Келесі. Жасы 50-ден асқан, орта бойлы, шашы сиреген, қыр мұрынды, қой көзді кісі. Жасаған. Шуламаймыз. Байқан, жасаған, не дұрыс. Келесі. Ауыл адамдарына төл жазуды үйретуші кім? Төлен, жақсы. Келесі. Әңгімеде қандай жазу туралы сөз болады? Ол болсын? Талас жазу, яғни көне түркі жазуы жайлы. Жақсы. Ары қарай. Дөңгелек жүзді, тәмпіш мұрын, артық келген әйелінің әйелі кім? Айгүл. Жақсы. Бойшаң арық, шашын сол жағына жантайта қайырған, көзілдірік таққан сары кісі. Жауап бар ма? Әбен. Келесі. Жасағанның туған ағасы. Төлен. Жақсы. Орта бойлы, мұртты, қыр мұрынды, дауысы гүрілдеп шығады. Таңатар. Өте жақсы. Олай болса, зымыран сұрақтарымыз аяқталды. Ал ары қарай сабағымызға көшейік. Енді сабағымызда көшпес бұрын біздің осы дабыл әңгімесі Жүніс Сахиптің жазған фантастикалық шығармасы. Фантастика дегеніміз жас күні қойғыш, фантастика жанры дегеніміз не екен? Фантастикалық жанр, фантастика әдебиеттің ең басында фантастика, ғылыми фантастика, фантастикалық скетч, фантастикалық фильм болып бөлінеді. Қазақ әдебиетінде фантастика халық қиялынан туған хайуанаттар жайлы, қиял ғажайып тұрмыс салт зерттеулерінен бастау алады. Мысалы, ертіс түпте, Киркулов, Кендебайда, қыр көпшікте
фантастикалық жанр бізге бүгін келмеген екен, осы сонау ертегілерден осылардан бастап бізде бар екен, яғни бізде ол фантастика жанры, ғылыми фантастика, фантастикалық скетч және фантастикалық юмор болып бөлінеді екен. Жақсы, олай болса ары қарай жаңа сабаққа өтпей тұрып, біз қазір топқа бөлініп алайық. Қазір мен мына жерге өзімнің санақшама топтарды атауларын, топ атауына байланысты саламын. Оқушылар, біз енді сіздер 5-6 класс емессіздер, 8 класс болғасын осы үзіндіден үзінді салдым. Әркім өзінің үзіндісінде сол өзінің тобының атауы жазылған. Сондықтан осы жерден өзіміздің тобымыздың алып сол топқа бөлінген. Жылдам ала қойыңыздар. Жылдам ала қойыңыздар. Ала қойыңыздар. Жылдам ала қойыңыздар. Енді оқушылар осы өзіңіз алған атауға байланысты бірінші бізде берілген мына жерге топқа бөліне қойыңыздар. Күнге ғаламшарына қатысты мәтінге берілгендер күнге ғаламшарына, екіншісі ежелгі таңбалар және заманның киесіне қатысты мәтінге берілгендер өз топтарыңызға отыра қойыңыздар. Жылдам отыра қойыңыздар. Топтарыңызға отыра қойыңыздар. Дидар, не іздедің? Отыра қой, Дидар тобыңа барды. Жақсы. Ал олай болса, ары қарай жаңаға менің топ басшысын белгілеп, мына бағалау бетесінде отыра қойыңыздар. Жақсы. Артық сөз тоқтатамыз. Қазақстан белгілі тұңғыш ғылым докторы жасаған, өзінің жазғы демалысын өткізу үшін ауылға келіп, бауырларымен ақтауға серуенге шығады. Балалық шағын еске алып, тау бөктеріндегі табиғатқа тамсана қарап, терең ойға шомып келеді. Демалыс аймағына келіп, бауырларымен шай ішіп отырып, өзінің мамандығы туралы сөз қозғайды. Түркология ғылымының оңай еместігін, талас жазуын зерттеп келе жатқан жалпы түркі мәдениетіне ортақ мұралар тілінің қазақ тілінде қаншалықты сақталғандығын анықтайтындығы туралы және қазақ алфавитін шығаруды мақсат еткендігін айтып өтеді. Бірақтан соң шайшы назарымызды айрықша аударды. Оның өзіміз аялдаған жалғыз табиғи серімен мұқият бақылау жүргізгенімізде тіршілік иелері адамдармен қатар олардың тасқа ойып жазған жазуларында кездестірдік. Ол жазулар арқылы талас телінетін өзен бойын мекен еткен халықтың тарихын білдік. Енді біз тағы бір келгенімізше, олар жоғары мәдениет дәрежесіне жетеді. Сонда біз олармен осы тілде сөйлесетін боламыз. Ал оған дейін олар осы серікке ұшып келе қалса, бұл ескерткішімізді оқып, біздің осында келгенімізді біледі. Бұл тасты сол мақсатта қалдырып отырмыз. Күнгей ғаламшарының ғарышкерлері. Міне осыдан кейін жасаған шұғыл түрде Астанаға хабарласады. Мән-жайды бастығына бейне телефон арқылы түсіндіреді. Бұл жаңалықты естіген бастығы жарты сағат көлемінде жүк тасымалдаушы әуе кемесін жіберетіндігін айтады. Содан шұғыл түрде ол тасты зерттеуге көшеді. Жасағанның бауыры Төленнің ойында ол қайдан келген тас деген сұрақ маза бермейді. Күнгей ғаламшарының
ойып жүрген кезде таңба жазуы бар тас кіршік шаң төбемен бірге ғарышқа қарай серпілген. Содан шу жолы жерге келіп, құлаған тау аңғарына сай шыққан. Бұлай қарағанда, біреу әдейі бізге көріңдер, оқыңдар жазуды деп әкеліп қоя салғандай. Мұндай сәйкестік болады екен ау. Ғажаба, ал енді олардың жүзін көретін күн туар ма екен? Кім білсін, жұлдыз аралық сапар күнделіктерге түк емес сияқты, бірде болмаса, бірде келер деп жасаған тұтқаны қоя салады. Жақсы. Мәтінге, түсіндіге. Оқушылар, күнге ғаламшарынан жер ғаламшарына түскен метеорит. Мынау метеориттің ішінде сіздердің топқа берген ғаламшар жерлері сылады. Ала қойыңыз, ашып қарай қойыңыздар. Яғни сіздің берілген сол метеориттің ішіндегі тапсырмалар мәтінге берілген әр топқа, сол топқа берілген мәтіннен мына жерде шығарманың идеясымен табылсын, анықтайсыздар мәтіннен және ұлттық мүдде тұрғысынан ашасыздар және сол жерде бір сұрақ берілген, сол сұраққа жауап жазасыздар. Мен мына жерде біреуін үлгі ретінде көрсеттім. Мәтін, мына жерде негізгі сұрақ және өзім ашып көрсеттім. Сіздердің жұмыстарыңыз үзіндінің идеясын табады, ұлттық мүдде тұрғысынан ашады және берілген сұраққа жауап береді. Мынау сіздердің тапсырмаңыз. Орындайсыздар. Сонымен орындайсыздар. Сіздерге орындауға уақыт берейін. Бес минут уақыт беремін. Топтық тапсырма. Сіздерде осы берілген мәтіннің идеясын ашасыздар.
ескерту бойынша әрқайсысы бір ұпайдан 3 ұпайға бағаланады. Келе қойсын. Топтан 2 адам келіп сөйлейді. Тыңдаймыз қалған топтан. Тыңдаймыз. Жоқ, ұстап тұрған. Құбылыстың табиғи емес екенін түсініп, телепат арқылы Астанаға хабар жібереді. Ұлттық мүдде тұрғысынан ашу амандаш арнайы мамандарды шақыртып тасты зерттеді. Ғылымда адам өміріне орасан рөл атқаратынын түсінді. Жауапты жасаған тастың қасиетін анықтау үшін зертханада тәжірибе жасағысы келді. Бұл зерттеусіз тастан қазақ халқына қандай ескерту немесе мәлімет бергісі келетінін анықтады. Жақсы. Сіздерге берілген сұрақ, жасаған қандай әрекет жасады және оның мақсаты не болды? Қандай әрекет жасады? Зертханаға бұның қасиеттерін, маңыздылығын анықтау үшін зертханаға апарды. Оның мақсаты? Сол белгісіз тастың қазақ халқына қандай маңызы бар екенін, ескерту, дұрыс айтасыздар, жақсы. Жақсы отыра қойыңыздар, толық жауап. Толық жауап, топқа толық жауап, 3 ұпай. Келесі, екінші, дайын топтар ма? Дайын топтар ма? Келе қойыңыздар. Келе қойыңыздар, дайын екен. Келе қойыңыздар, шыға қойыңыздар. Дайын топ. Сіздерге берілген мәтінді оқып жіберейін. Ғарыштан келген белгі және қорытынды деген. Мамандар зерттеу нәтижесінде қара тастың ғарыштан келгенін анықтайды. Оның ішінде белгісіз дыбыс сигналы бар екенін белгі қылады. Бұл дабыл адамзатқа ескерту ретінде қабылданады. Оқиға осылайша болашаққа деген жауапкершілік туралы оймен аяқталады деген үзінді берілген. Ары қарай сіздерге сұрақ, ғарыштан келген тастың маңызы қандай болды? Онда таста көне түркі жазуы, яғни маңызды жазулар болды және бұл адамзатқа келген ескерту сынды. Не ескертті? болашаққа деген Нені ескертті? Өзге ғалымшылар егер сол талас тілін білсе, онда осы адамзатпен тілдесе алатыны туралы айтты. Ана тілді құрметтеу керек екенін айтты, Сізге ар жақта идеясы шығарманың. Идеясы жасаған өз туған ауылына келіп, демалыс уақытында үлкен жаңалық ашады. Ашуы, өз жеріне деген сағыныш және түрлі құбылыстар. Ұлттық мүдде тұрғысынан? Ұлттық мүдде көне түркі жазуын ана тілі ретінде көріп, оны құрметтеді. Ұлттық мүдде тұрғысынан? Ұлттық мүдде көне түркі жазуын ана тілі ретінде көріп, оны құрметтеді. Көне түркі жазуы қазақтың төл жазуы екенін, болашақ ұрпаққа айтуымыз керек екенін айтты. Жақсы, рахмет. Бір жасалақ. Келесі үшінші топ, келе қойыңыздар. Сіздерге де 3 ұпай, яғни толықтай жауап бар. Айта қойыңыздар. Сіздердің мәтіндеріңіз қарап жіберейін. Сіздердің мәтініңіз оқиға барысында жасаған қазақ әліпбиі мен тілінің болашағына қатысты өз алаңдаушылығын білдірді. Ғылыми даму үшін жазудың тілдің рөлі зор екенін, егер тіл өзгеріске ұшырамаса, ғылымның дамуы тежелетінін түсіндірді. Бұл бөлік ғылым мен тілдің байланысы туралы терең ой тастайды. Сіздерге сұрақ, жасаған қазақ тілі мен әліпбиіне қатысты қандай мәселе көтерді? Бұл әдебиеттің көне жазбаларын зерттеу, тілді сақтап қалу мәселелерін қозғайды. Төл көне жазбаларын қайтадан жаңғырту керек екенін қозғайды. Жақсы, екінші ұлттық мүдде тұрғысынан ашылды. Тарихи құндылықтарын сақтау. Идеясы қазақ тілінің мәңгілік сақтау. Қазақ тілін, яғни қазақ тілі мен әліпбиін мәңгілік сақтау қажет екенімізді. Жақсы, толық жауап. Ары қарай, енді сіздерге келесі тапсырма. Бұл тапсырмада мына жерде сюжеттік сызық дейді.
жазылған шығарма бойынша оқиғалар араласып кеткен, осы араласып кеткен оқиғаларды біз ретінде шығарманың композициясы қалай басталады? Шығарманың басталуы, дамуы, сосын шиеленісуі, қалыптау шегі және шешімі дейміз, иә? Дәл осылай сіздер мынауына сәйкес келтіресіздер. Қазір сіздерге тапсырма бетчесін дайын. Жұп орындайсыздар. Міндетті түрде жұппен орындайсыздар. Жұптың тапсырма алып бере ғой жаңа. Жұптың тапсырма жұппен орындайсыздар. Жазуға міндеттісіздер. Сосын және дұрыс табуыңыз керек композициясын. Шығарма қалай басталды? Сіздерге уақыт қоямын. 5 минут уақыт кетті. 5 минут уақыт кетті. Жұптық тапсырма жұппен орындайсыздар. Ал уақыт аяқталды. Біздің бұл тапсырмамыз мына екі дискриптор бойынша бағаланады. Бірінші оқиғаларды логикалық ретпен орналастырады, екінші шығарманың композициялық құрылымын сәйкес келтіреді. Жақсы. Жұптар дайынсыздар ма? Екеуміз біріміз жазамыз ғой да? Айта қойсыздар. Иә. Ары қарай? Қарсыдан қаратастың үсіп келіп жерге қадалуы. Ары қарай айта беріңіздер. шиеленісуі, жасағанның қазақ алфавиті туралы мәселе көтеруі. Иә. Шарықтаушыға телефакспен ғылым орталығына хабарласуы. Шешімі? Шешімі әуе кемесіне келуі. Әуе кемесінің келуі. Жақсы, келесі қазір бұны анықтаймыз. Айта қойыңыздар. Басталуы ғарыштан қаратастың ұшып кетіп қадалуы. Иә, айта қойыңыз. Дамуы табиғатқа шыққанда қаратасты көреді. Шиеленісуі, жасағанның қазақ алфавиті туралы мәселе көтерілуі. Шарықтаушыға телефакспен ғылым орталығына хабарласуы. Шешімі әуе кемесіне келуі. Жақсы, келесі жұп айта қойыңыздар. Табиғатқа шыққанда қаратастың көруі. Басталуы, ғарыштан қаратастың ұшып кейін жерге қадалуы. Дамуы, жасағанның қазақ алфавиті туралы мәселе көтеруі. Шиеленісуі. Телефакспен ғылым орталығына хабарласуы, шарықтаушыға әуе кемесінің келуі, шешімі. Жақсы. Келесі. Сіздер айта қойыңыз. Басталуы, табиғатқа шыққанда қаратастың көтереді. Иә. Дамуы, телефакспен ғылым орталығына хабарласуы. Шиеленісуі, жасағанның қазақ алфавиті туралы мәселені көтеруі. Ары қарай. Шарықтаушыға ғарыштан тастың ұшып келіп жерге қадалуы. Шешімі әуе кемесінің келуі. Жақсы, сіздер қазір дұрыс жауаптарыңызды мен дұрыс жауабын оқыған кезде түзетесіз. Үкімет тобы бастай қойыңыз. Сіздерге берілген тақырып қазақтың төл жазуын қайта дамыту қажет. Сәлеметсіздер, мен сараптамасына дәнелі жюри. Мен
үкімет тобының спикері боламын. Бізге берген тақырып қазақтың төл жазуын жаңғырту қажет. Мен бұнымен келісемін. Қазақтың төл жазуын жаңғыртуымыз керек. Қазақтың төл жазуы дегеніміз не? Қазақтың төл жазуы дегеніміз қазақ халқының төл жазуы отарлық саясаттың әсерінен күшпен алмастырылды. Сол арқылы ұлттық жазба мәдениеті үзіліске ұшырады. Жазуды қайта жаңғырту тарихи әділеттілікті орнату мен рухани тәуелсіздікке жетудің нақты қадамы. Төл жазу негізінде цифрлық технологиялары бейімделген дыбыстық сәйкестік жоғары заманауи графика жасауға болады. Бұл қазақ тілінің технологиялық ортада кеңінен қолдануға жол ашады. Манағы айтқан аргументтермен мысал, тарихи әділдікті қалпына келтіру. 1929 жылы 1 қаңтарда кеңес үкіметі қазақтардың төте жазуын тоқтатып, латын графикасына көшірді. Сізге 2 минут уақыт берілген. Мен оппозиция тобының спикері боламын. Төл жазуға арналған түсіністік пен бейімсіздік тудыруы мүмкін. Қазақтың төл жазуы деп қайсы саналатын да нақты емес. Көне түркі жазуы ма, әлде араб графикасына негізделген төте жазуы ма? Бұл әртүрлі аумақтарда әрқалай қолданылып, біртұтас тілдік саяхатқа кері әсер етті. Әдебиет пен бағлысыз жазулар жұмыс істейді. Есептемей, оны өзгерту үлкен көлемдегі ақша мен ұзақ уақыт алады. Сұрақ қабылдайсыз ба? Айтамыз. Мақта сіздерді жазу қиын дейсіздер. Алайда 1940 жылы кириллица көшкенде халық бейімделді. Қазіргі технология дамыған заманда неге халық бейімделе алмайды деп ойлайсыздар? Қазіргі 21 ғасыр болғаннан кейін көпшілік англис тіліне өтіп кеткен болатын. Сондықтан көне тілдерді қолдамайды деп есептеймін. Жақсы. Ойыңызды жинақтай қойып, қорытындылаңыз. Білім жүйесіне ауыртпалық түседі. Мектеп бағдарламасынан оқулықтарды тест жүйесіне толық өзгерту керек болады. Бұл көп шығын мен уақытты алмайды. Ұлттық болмысын сақтау, төл жазу ата-бабаларымыздан қалған рухани мұра, оны қайта енгізу. Сіздің жауабыңызша төл жазуымыз ол тек мұра ретінде қалу керек екенсіз. Жақсы. Үкіметтің ұсынысы бойынша сіздікі міндетті түрде енгізу керек. Біз латын әліпбиіне көшіруіміз керек деп жатырмыз. Сараптамашылар. Сараптамасы бойынша екінші топтың спикері күштірек және өз ойын айқын жеткізді. Ол бірнеше аргументпен. Қайсы топтікі? Екінші топ. Үкімет деп айтыңыз. Оппозиция тобы өз ойын жақсы бастап, орта жағына келгенде өз ойымен шатасып, тақырыптан алып кеткен үшін мен үстірдім. Жақсы. Енді осы жерде мен де қоса кетейін, сараптама ретінде, сіздерге де қосыла тұры, мына дүниені айтып кетпесем болмайды. Үкімет тобы 1-5 аргумент келтірді, сондықтан мен үкімет тобына қошемет көрсетемін, бір шапалақ. Оппозиция тобы бұл жерде 2 ғана аргументпен шектелді, сондықтан бұл жақтағы төмен болып тұрғаны әрине көрініп тұр. Енді жақсы, керемет дебат өте жақсы өтті, өте жоғары деңгейде. Ал енді оқушылар, біз сабағымызды қорытындылайық. Осы дебат, дебаттан, манағы тапсырмалардың алдынан біздің ұтқанымыз не? Бізге не қажет? Әр ұлттың өзінің тілі болмаса, ол ұлттың сөнуі, жоғалуы жер бетінен анық. Ал енді ұлттың жоғалмау үшін естеуіміз керек, ана тілімізді сақтауымыз керек. Бұны болашаққа жеткізетін өзіміз. Олай болса, бүгінгі сабаққа кері беруіміз керек. Олай болса, топташылар бағалау ерекшеңізді.
яғни сіздің тобыңызда Жасмин 7 ұпай, Қаншайым 7 ұпай, Оғылсын 7 ұпай, Күлдана 6 ұпай, Рамазан 6, Мейрамбек 7 ұпай. Мен осы жерде қоса кетейін. Оғылсынға 8 ұпай берем. Мейрамбекке 7 ұпаймен қала берсін. Кімге? Жасминге 8 ұпай берем. Күлдана 6 ұпаймен қала бересіз. Сіздер не істедіңіздер? Жақсы, бағаладыңыз ба? Әкел бере қойыңыз. Сіздердің бағалағаныңызға мен қосымша мен де бағалайтын оқушылар. Тікелей менің бағамнан сіздер. Нұрасыл сіздер 7 ұпай, 8 ұпай, Нұрай 8 ұпай, Ділдар 7, Жандос 8, Дидар 7, Толғанай 7. Жандосқа 6 ұпай, Нұрасылға 8 ұпай, Нұрайға 8 ұпай, Жандосқа 6 ұпай, Дидарға 6 ұпай, Толғанайға. Дидар менен Толғанай екеу 7 ұпайдан қала берсін, жақсы. Жандосқа, бірақ Жандос қатты толықтай қатысқан жоқ, сондықтан келе қойыңыз, әкеліп бағалау пеншесін бере қойыңыздар. Ал мына жерде Диана өзіне 6 ұпай, Райхан 6 ұпай, Нұрдәулет 5 ұпай, Шанерке 6 ұпай, Саяжан 6 ұпай және Нәби 5 ұпай. Осы ұпайға келісесіз ба? Мен осы ұпайға қоса кетемін. Саяжанға 7 ұпай, Диана өзіне 7 ұпай, Райханға 7 ұпай. Сосын жалпы бүгінгі сабақ бойынша сіздер көптеген дүние алдыңыздар деп ойлаймын. Сабақ мына жерге сары және қызыл көз жанады. Сары көзі сабақты түсінгеніміз, қызыл көзі түсінбегеніміздің белгісі. Келіп осы жерде белгілей қойыңыздар. Өзіңізді кері байланысыңызды бере қойыңыздар. Жылдам. Сабаққа кері байланысыңызды бере қойыңыздар. Жылдам бере қойыңыздар. Рахмет.